Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайындағы өте жұмсақ, базардағыдай болып шығатын батоннан мен лепешка пісіруді бөлістім. Ол үшін алдымен бізге 800 грамм ұн, 250 грамм сүт, 1 дана жұмыртқа, 1 ас қасық қант, 1 ас қасық тұз қажет болады. Осының барлығын илеп, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Сосын оны 1 сағаттай тұндырып қоямыз. Тұндырып қойған қамырымызды теңдетіп 2 бөлікке бөліп форма жасаймыз. Бірін батоннаның формасындай, екіншісін лепешка тәрізді қылып осылай форма жасаймыз. Сосын оның үстіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, үстіне мак пен кунжутты араластырып сеуіп, духовкаға 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Ас болсын, сау болыңыздар, жасап көріңіздер.